Hamster комбатта листинг болмайтын болды. Hamster комбаттың негізгі қалаушысы өз инвесторларын лақтырып кетті және алаяқтық деп атанды. Және де Hamster комбат жабылады деген ақпарат шықты. Белгілі ірі телеграм группаларда осындай ақпараттар шыққан болатын. Оның бәрі рас па, әлде өтірік па, осы видеороликта анықтайтын боламыз. Және досым, Hamster комбатта генератор ключейді қолданып жүрген адамдарды бан етіп жатыр. Сол рас па, өтірік па, оны да осы видеороликта айтатын боламыз. Кеттік. Өзімнің телеграм группамда сіздерге опрос жасаған болатын, хамекті генератор ключей бот немесе сайтты қолдандыңыз ба дегенге. Неге бұны сіздерден сұрадым? Себебі Hamster комбатта қазір генератор ключейді қолданып жатқан адамдарды тупо просто бан етіп жатыр. Міне сіздерге скринда сіз жаман хамяксыз деп сіздің аккаунтыңызды полностью жауып тастайды. Осы уақытқа дейін істеген еңбегіңіз босқадан босқа кететін болады. Сондықтан достар, генератор ключейді қолданбаймыз. Егер де осы уақытқа дейін қолданып келе жатып, және де егер сен аккаунтын бан етпесе, осы уақытта тоқтата сал. Hamster комбатта кілттерді жинау өте маңызды деп жазылған. Егер де Hamster комбатта сенде 3-4 кілт болса, сол жеткілікті деп ойлаймын. Я мүмкін дроп болған кезде аз беру мүмкін, бірақ аккаунтты удалить еткеннен қарағанда осы жақсырақ. Hamster комбатта 120 миллион қолданушылар болған, бірақ та осындай конфликттан кейін және де генератор ключей қолданып отқаннан кейін 87 миллион қолданушыға түсіп қалды. Енді конфликт жайлы және де Hamster комбат жабыла ма деген сұрақты қазір сіздерге түбегейлі айтып беретін боламын. Таныс болыңыздар, бұл Эдуард Гуринович. 2 жыл бұрын Эдуард Гуринович өзі киберспортный платформа ойынын ойлап табады. Ол Arena Room деп аталады. Жобаны дайындайды, бірақ та оған инвестор керек болады. Ол үшін Edru деген компанияға барады, өзінің жобасымен таныстырады. Edru компаниясы бұл жобаның болашағы бар деп Эдуард Гуриновичқа $1 миллион инвестиция бөлінеді. 1 жыл өтеді. 1 жылдың ішінде кірістен қарағанда шығыны көп болады. Сондай сәтте Edru бұл жобаны жауып тастаудың орнына керісінше оған тағы да көмек беруге бел буады. Дамуына уақыт керек деп жаңа инвесторлар тауып 10 миллион инвестиция бөлінеді. Осы уақытқа дейін Arena Room расымен де биікке көтерілетін болады, өзінің шығысынан қарағанда кірісі көп болады, пайда таба бастайды, бірақ та инвесторларға ол уақытта ақшасын бермейді. Тек қана біздің жобамыз жетістікке жетіп жатыр, мынандай мақсаттарға жеттік деген тек қана қағаз жүзінде жіберіліп отқан. Инвесторлар не істеген? Күткен. Негізі бастапқыда келісімшартқа отқан кезде Edru Arena Room'нан 20% табысын өзіне алып отырды деген келісімшартпен отқан. Осылай келе жатқан кезде Эдуард Гуринович Hamster комбат жобасын ойлап табады. Оның мақсаты өзі, достары және де таныстары ақша тапсын деген мақсатта ғана ашылатын болады. Бұндай аудитория жинайын деген ода мақсат болмаған. Ол проект ашады, өзіне қасына бір менеджерді тағайындайды. Ол менеджерге де осы тапқан табысын 25% бөліп берем деген сөз айтқан екен. Ол менеджер 200 блогерларды тартады және 200 блогерге тоже ақша береміз деп келісім шартқа отыратын болады. Бірақ та оның бәрі қағаз жүзінде емес, тек қана сөзбен ғана телеграмда келіскен болатын. 200 танымал блогер осы проектіні продвигать ететін болады. Соның арқасында Hamster комбат хайпқа айналып және де біз сияқты қарапайым адамдардың назарын салдырады. Сөйтіп Hamster комбат 300 миллион аудитория жинайды. Тіпті ноткоиннан асып кетеді. Бірақ та бұл 300 миллион аудитория жинағаннан кейін бірден Гуриновичтің планы өзгеріп кетеді. Ол осы телеграм бот арқылы ставкалар, жарнамалар және ақаулы ойындарды жарнамалап, ол табыс табатын болады. Сол табысы арқылы ол блогерлардан құтылады, төлеп, одан кейін менеджеріне табысын береді және де инвесторлардан бас тартады. Эдуард Гуриновичтің сөзімен ол айтып кеткен, что Hamster комбат Edruға дым қатысы жоқ. Мен Hamster комбатта тапқан табысым ол менің табысым деп инвесторларға ақша бермеймін деп сөз айтады. Және бізге онаған жаңалығы табылған табысының 1% емес, бізге 60% беруге шешім қабылдайды. Яғни бізді ренжітпеу үшін осындай қадам басады. Бірақ та Edru компаниясы бұған келіспеді. Себебі айтып кетті, что Hamster комбат тікелей қатысты Edruға. Неге десеңіздер, өйткені Arena Room және де Hamster комбаттың домендары бірдей, ал егер де екеуі бірдей болса, значит бұл тоже Edruға қатысты деген. Және қазір сәтте олар соттасып жатыр. Егер де сотта Edru жеңетін болса, онда осының табысын 20% Edruға бөлінетін болады. Ал бұл Hamster комбаттың табысын 20% өте көп, достар. Сөйтіп, достар, бұны неліктен айттым десеңіздер, өйткені Hamster комбаттың листингі Binance'та болады.
топ-1 биржа бұл. Binance негізі білесіздер, бұндай конфликтный историяларды ұнатпайды. Бұның правиласында бар. Егер де Binance бұл осы болатқан конфликтті ұнатпай қалып, және де Hamster Combat-ның листингі болмайды деп жариялау мүмкін. Мысалы ретінде Украина мен Россияның арасында соғыс болған кезде Binance-та Россия мен және де Украинаға неше түрлі запреттер қойып тастаған болады. Сол сияқты мына жерде тоже конфликт болып жатыр. Егер де конфликт Binance-ға ұнамаса, онда Binance-та листинг болмайды. Сондықтан достар, кез келген Telegram группаларға сене бермеңіздер. Егер де топ биржалардың өздері Hamster Combat-та листинг болмайды десе, бұл нақты информация болады. Ал қалған Telegram боттар айтылған ол болмайтын әңгіме. Және инсайдерлардың айтуы бойынша бұл айтылып жатқан ақпараттар, яғни листинг болмайды, листинг все, Hamster Combat все скам деп айтып жатқан адамдар именно бастапқыда келісімшарт отқан видеоблогерлар солар таратып жатыр деген мәлімет шыққан болатын. Ол рас па өтірік па, ол ешкімге беймәлім. Сондықтан достар, әлі күнге дейін сот біткен жоқ. Сот біткеннен кейін сосын уже Binance тарапынан біз күтетін боламыз. Листинг болады, болмайды. Енді достар, сіздер түсінген шығарсыздар, листинг не үшін осылай созылып келе жатқаны. Осындай конфликттің арқасында листинг созылып келе жатыр. Сіздермен мен болған Әлібек. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырып кетіңіздер. Келесі